Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ, өте дәмді, жұмсақ болғандығы соншалықты осындай қалай майыстырсаңыз да сынбайтын кождар бар, өте дәмді және де уақытыңызды үнемдейтін бір жарты сағаттың ішінде жасап тастау болатын кремі де миксерсіз дайындалатын осындай медовиктің балды торттың рецептімен бөлісемін. Үй іштеріңізге және де отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өте жұмсақ болады, аузға салсаңыз прям еріп кетеді. Қыздар, міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жанындағы бізге 3 қасық осындай бал керек. Менде осындай табиғи бал. Балымызды осындай бір ковшикке немесе кастрюльге салып отқа қоямыз, ертеміз. Одан кейін 1 шай қасық сода саламыз, толтырмай. Бұл реакция түседі. Реакция түскеннен кейін ол кішкене ағарып, көтеріледі. Қазір көресіздер. Мінекей көтеріліп ағарады осылай. Және де бұны біз кішкене отта ұстаймыз, төмен отта. Түсі осындай болғанша, карамельный цвет дейді ғой. Сондай болғанша ұстаймыз. Оттан түсіріп аламыз да. Отта қойғанда міндетті түрде бұлғап тұрыңыздар. Одан кейін оттан алып осылай сармай саламыз. Бөлме температурасында болған жақсы сармаймыз, ергенше жақсылап араластырамыз. Менде 4 жұмыртқаға қантымызды сала отырып, аппақ болғанша, көтерілгенше жұмыртқамыз 2 есе осындай болып болғанша соғып аламыз миксермен. Оның үстеміздің жаңағы суыған балымызбен содымыз бар ғой, соны сармаймыз. Ішіне сармаймыз салдық, ол еріді толықтай. Кішкене біздің жұмыртқамыз соққанға шейін бұл кішкене суыйды. Суығаннан кейін осылай жұмыртқа масының үстіне құйып тағы да жақсылап миксерлейміз. Түсі осындай болады. Одан кейін үстіне ұнымызды електен өткізе отыр. Осылай бұлғап жақсылап бізден осындай масы шығу керек. Ешқандай комочек түйіршіксіз. Неге біздің тестіміз, медовиктің тестісі дайын болды. Енді осындай үлкен бір противинге, менде осындай стандарт противин, үлкенде соған барлығын құйып 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін піспегенін зубочистканың көмегімен тексеріп алсаңыз да болады. Жан-жағын осылай кесіп алып қоямыз. Бізге ол керек болады. Қақ ортасынан бір бөлеміз осылай медовигіміз, коржымыздың. Енді бұл медовиг сондай бір эластичный, жұмсақ болғандықтан осындай мүлдем сынбайды, қыздар. Және де өзінің формасын күшті ұстап тұрады. Жұмсақ кәдімгідей. Және де бұл екі коржымыз біздің кішкене қалыңды болғандықтан оның ортасынан осылай тағы бір бөлеміз. Пышақпен жақсылап, аккуратно, еш жерін бір сындырып алмай, бір-бірді бөлу қажет. Мінекей, қазір мен сіздерге көрсетемін. Мінекей, осылай бөліп аламыз, жақсылап. Бізде сонда 4 дана корж шығу керек. Ортасы осындай. Креміне менде қаймақ және де осындай сгущенка қойылған сүт. Мен бұл жерде миксерледім. Сіздер миксерлемей-ақ жаңағы венчиктің көмегімен немесе күрекшенің көмегімен жақсылап бұлғап алсаңдар болады. Миксерлесеңіздер, бір айта кететін жайт, бұл жаңағы сіздің қаймақтарыңыз кішкене сұйықтау болып қалады. Сондықтан тек қана қасықтың көмегімен бұлғап араластырып жіберсеңіздер жеткілікті. Жаңа креміміздің барлығын осылай жабып шығамыз. Бұл медовик пропитканы көп қажет етпейді. Холодильникте айтып кеткенімде жарты сағаттай тұрса жеткілікті. Үстіне посыпкамызды себеміз, уақытта баламыз. Біз кожның кесінділерін уақытта баламыз да осылай жан-жағына барлығына жабыстырып, сеуіп шығамыз. Тоңазытқышқа, яғни жарты сағатқа, 1 сағатқа қойып қойсаңыздар жарайды. Мінекей біздің медовигіміз сондай үлкен, көлемді сондай болып шығады. Қараңыздаршы, өте әдемі және де жұмсақтығы осындай кесіп жатқанынан білінеді ғой, қыздар. Қараңыздаршы, өте жұмсақ, аузда кәдімгідей еріп кетеді десем артық айтпаймын. Міндетті түрде осы рецептпен, менің рецептпен дайындап көріңіздер. Уақыттарыңызды үнемдейді және де кремі де барлығы қолжетімді, кез келген қыз-келіншектің асханасынан табылады. Мінекей, осындай болып шығады. Басқа да видеолардан пайдалы рецепттерден қалып қоймау үшін каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар, қыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.